Салам алейкум хаммеге, ұят емес шоудың бүгінгі бірінші выпускымыз көп адам күтті, потому что мен көп персонажларды уже түсіріп қойған, бірақ бәрібір яркий бір персонаждан бастағымыз келді. Ұят емес шоудың видеоның мәнісі, оның ішінде интервью бар, һәм пресс-конференция бар. Любой қосықшы, блогер араңызда болатын конфликтті спокойно келіп, өзара сөзбенен шешсеңіз болады. Сол скандалдардың арасында Ілхам Қазақбаев екеуміздің арамызда болған затты бүгін шешетін, айдынлық кіргізетін жеріне келді. Соның үшін Ілхам Қазақбаевты шақырып қалмастан алдын. Мына баланың аты біздің қаста отырған екінші біздің партнер, оның аты Ілхам Пірімбетов, Афганистанец. Ілхамлар бүгін тап болды маған. Соның үшін Ілхам Қазақбаев келіп отыр. Хабарына берін. Кеше қаяқта едің? Қаяқта деп тергеуші дейін бәлі. Тергеуші? Білемен ғой тергеушіде жүрген. Күттік қой сен кеше. Тергеуде ол. Жігіт адам бір сөйлейді ғой. Сен келемен деп айтып едің ма? Қаяқта едің? Тергеуде едім. Енді нешеде келді шықтың ол жақтан? Ярымда ма шықтың? 10 ярымда. Соны айттым ғой саған. Короче, тайынсаң ба? Қалайда еркексен ғой, колокольчикларың барғастың тур ма? Жауап бере аласың сөзіңе. Блогерсың, тайынсаң, қытай жесткілау болады. Бұл телевидение емес та, бұл плюс 18 ютубтан шығады. Соның үшін бет ашар, көт ашар дегенде басылайық сөзді. Кеше мен сен шақырым келмедің, қатты обидостадым. Обидостама мен қатты ашуым келді. Инстаграмларда уже қойып бастадым. Қаяқтасаң, мынау мошенник дедің сені, басқа зат дедің, тура неріп шыққаны айтасың. Потому что сен келемен дедің, нерде қазір қанша адам бар, онлағандай адам бар, бәрін авара қылдым да мен кеше. Қайқалап қайттық кеше? Бармаға жер алмадың кеше. Қамы кірген барды біз. Прокуратураның алдында бар ма еді? 2 мәрте барды. 2 мәрте барды, жоқ еді. Біздің машин ата-ана деген клиниканың қапталында тұрып еді. Сақ көрмегенсіз ғой, мен бағаме жеге бар. Нешеде шыққан уақытта? 10 ярымда ма шықтым? Қалдыкөлге барып қайттық қой кеше бізде. Білемін оған. Праваң сояқта қалай сен без права машина айдап жүрсің? Паспорт бар ғой. Паспорт? Зато лишен емес пе? Айтқанда сен лишенсаң, Ілхам Қазақбаев лишен болған деп жүріп едің ғой. О, лишен. Сен перепискаң бар менде. Лишен болдым деген. Содан көргеннен кейін енді ескен затты айтады ғой адам. Бірақ сен сол уақытта тасдиқланбаған малымат шығарып жүргенсің да интернетке. Мен лишен болғанда жазып жіберсем болады? бірге шықпа. Тоқта. Неге сен жазбайсың? Жазып отпадым, көшеде бір-екі әйелдер тоқтатты кейін праваға. Менің үстімнен. Сен үстімнен. Білмеймін, неге жазбадың? Неге жазбадың? Білмеймін, мен жаздадым. Мәселен, ана енді мәселен ата-бабамыз туылғанда қолына қылыш берген, ортаңғы ғасырларда туылғанда автомат берген, танкі берген, ол деп бар отан қорғасын деп не? Ілхам Қазақбаев туылған кезде қолына ручкамен қағаз берген. Бірақ бұндай реально сен тексермей шығардың. Енді халықтың аузында созады. Мен халық, мәселен бар ғой, мен мынандай адаммын. Мен пара алмаймын. Мен мәселен аузымда ақшамен ешкім жауа алмайды. Рас ма? Законды нарушать етпеймін. Сөгінгенім закон нарушать еткен болса білмедім ал. Мен плюс 18 менде бар ғой. Взрослый адамдар көреді. Халыққа да айтатын жазам, Ілхам Қазақбаев лишен емес екенде өзің айыбыңды. Кеше правасын өз қолыммен ұстап тұрдым, лишен емес. Правасыны ақшаға мұқтаж болдым. Барып тұрып, бір қыздан ақша алады, 2,5 миллион, и правасын залогқа қойып кетіп, бір жылдан бері 2,5 миллион тауылмадың ба? 22 бір жыл болды ғой енді жақында бір жыл болады. 2,5 миллион тауылмадың ба? Саған Гүли деген қыз хабарласқан шығар. Гүли деген қыз былай айтқанда былай. Мен правам негізі Гүли деген қызға қоймадым. Ол бір досысына қойды да. Кішесіне? Кішесіне ме? Кішесіне емес, досысының кішесіне қойған. Бірақ Гүли деген қыздың ортада мысалы үшін айыбы жоқ, ол қыз маған қандай соққайын басқадан жақсылық қылмаған жақсылықтар қылғанда ол қыз değil mi? Оны неге лақтырып кеттің онда сен? Мен лақтырып кеткен жоқ па, енді тыңласайшы мені. Тоқта, сен маған жақсылық қылды деп жатсың да? Қара, сен. Ол адам саған ортаға түсіп ақша алып береді да, и сен оны бір жыл ұйықтатып кетесің. Бір жыл ұйықтатқан жоқ па? Ол маған айтты, Ілхам деді, мен қара прикол. Бұл не етпайым блогер да. Бұдан ақша сұрайды, бұл ортаға түсіп менен алып береді да. И беріп жібереді не етпайға. И мен бұған айтамын, қақтан адамның ақша. Анау саған сенім алып береді, сен оны поставить етіп отырсың ғой. Поставить етіп мынандай да. Бір жылдың ішінде, мәселен, блогер деген адам сама себе ақшасы болуын керек. Ал мен қазір қалтамнан керек болса 2 миллион зият болса турысы да. Шыға ма? Шығады. Нерге қош қазір апап береді. Қараса, енді тыңла. Шығады, реально шығады қалтамнан. Пластиктен шығады одан зият.
Ол қызбен өткенде праваны не қайын дегенде ол досыммен ұрысып қалдым Илхан деді да, керек болса сол бір минимальныйға соған жалынбай ақ қой, бір минимальныйға сен тіктеп ал қойшы праваны деді да. Маған права деген зат тура керек емес та. Гулять қалай права керек емес? Қалай ол? паспортың бар ғой зат. Сен енегің алтын ба, тоқтай тұр, енегің қандай металдан істелінген өзі түсінбедім мен. Права керек емес, машина дейсің. Вопрос? Турысы бір жылдың ішінде ең последний бар гайға түскен ядымда жоқ. Ұстамай ма? Тоқтатқан ядымда жоқ. Лицо бар да, бұда. Лицо бар. Жаңағы хайыр сахауат қылған блогер. Мысалы өзім өксіп жүрсең ең ақыр марта гайға түскен ядымда жоқ шығар. Ұстамайды қалған ішінде. Күні кеше ұстады. Күні кеше ма? Бірақ өткенде ұстады, паспорт беремін да. Нексе Матизбен жүргенім де бар ғой, мені күніге ұстап штраф тағатын еді, мен бар ғой 3 миллионнан шығаратын едім, без права ұстаса 3 миллиондай ақша кетеді. Права жоқ кезде. Права жоқ еді, сауатым жоқ права алуға. Расы. Мен ақшамен келісуге бардым, маған айтты, сен кімсің, маған бәрібір қандай блогер болсаң, оқып, үйреніп кеп аласаң деді. Азғанда бұрынғыдай ақшамен алатын зат жоқ. Аз жестко. Мен ала алмадым, не қылдым? Бардым да оқыдым, үйреттім, компьютерді үйде таярландым, сөйтіп барып оқып алдым да праваны. Содан кейін азыр душам спокойно, гайлерді көрсем, чест беріп өтіп кетемін, документ саз. Мәселен, сен гайды көрсең, 3-ші полосадан айдап кетсең ба? Ал неге? Праваның фотосы бар, үйде қалып қойды деп көрсетсең ба? Паспорт бар ғой қасымда. Белсеретте жүрген шығарды вақытта. Қалай ол без права машина? Ришон болды десе де, адамдар историялар көреді да, мысалы үшін Бұхарада жүремін мен де, Бұхарада жүрген историялар. Ришон болдым дегенде, мен сенің сөзіңмен айттым да, Илхан, рас. Бір қызға жазған едім. Бір қызға просто так ойнап жазған едім, мен Ришон болдым, сонда. Короче, ойнап мақтандың ғой. Мақтандың. Мен Ришон болдым, машина. Сонда жіттен деп. Мысалы права керек емес машина болу. Онда ол гайда неге оны жұмыс? Права керек емес деген бар, мысалы үшін сен алдын түптикарный праваң болмаса барып, пайдасы жоқ, сен без права кіріп кетесің. Егер қасында паспортың болса, базадан шығады. Базадан шығады бар. Сен аты жөніңді айтсаң, планшеттен шығады. Мен мысалы үшін паспортпен Самарқандқа дейін әдеп барып турыз да. Стористан Бұхара, Самарқанд, Үргенч бәрін. Енді праваны қашан аласың? Аламын жақын. Жақында барасың. Кеше просто мен сен келмегенге ашуым барып. Ортада просто келіспеушілік болып турыс сондай. Содан кейін. Енді ол жақлар маған айтпады ғой, личный затлар. Ортамызда болған затлар да бар, екеуміздің. Ол барып халыққа былай айта беру немес та, турысы. Бірақ сол адамдар мен лишон емес пе, сол гай ағаларымызға көріпті да турысы. Гай ағаларға мнениең қандай? Мен ұлыма тоқтатқан кезде ешқайсыма жамалып көрмеймін турысы. Жамалып көрмеймін. Ұлыма. Бір тоқтатқан кезде да мен блогермен яки мен бастап интернетке мынау камераға түсіп ондай зат жоқ та. Правила бұздым ба? Жағдайымды айтып түсіндіремін. Мысалы үшін ременге жазып бердім деймін, басқа. Самарқандта ұсталдың ба деге? Самарқандта ұсталмадым. Мен ұсталдым. Самарқандта ұсталғанда маған нагле ақша сұрады. Біздердікіне кішкентай жағдай айтсаң, түсінеді. Рахмет. Гай ағалар, сіздерге рахмет, расы қызмет болса тұрып беремін. Потому что мен сол кезде басыңа түспегенде білмейсің ғой. Граница тұрып нагле ақша сұрады да, нагле ақша алып қойды. Болмаса правам бәрі заты шығады. 300 мыңда нем бар еді, штрафым бар ғой. Границадан штраф стоянкаға алып кете жақта машина. Ақша сұрап тұр, тоқта, ақша сұрап тұр. Мен біздердің ағаларға рахмет. Азыр штрафым болса да кішкентай көрсе, бақырып, сен барып төле бар деп айтады. Мен барып, қолдан келгенше төлеймін, правамды кредитке залапқа қойып. Енді гайлер туралы сөйлегенде, регион 95 Нетбай братанымызды бір шақырайық ортаға. Бұндай болуға хабарыны берін. Бұндай болуға хабарыны берін. Ал екіншісінің ортаңыздағы комплектілер құтты болсын. Комплект сол. Қазір
зорға бір-біріңізге күліп Негізі, отырсыз. Мен жеп қойғым келіп жатыр нанды, рас. негізі біріміз күліп жеңіп жатсыз ғой. Негізі мен басқаша зат күтемін сіздерден. Негізі халық күткен зат не? Негізі көптеген пулларды мен ешкімнен алмаймын, ізіме әуертпеймін деп жатсың ғой. Көп адамның ойында болып жатыр да, Бунтай Ілхамнан пул алғаннан кейін бұл ізіне түспей көтін жау жүртті деген соған қалай қарайсың енді? Көп Қалай қарайсам, бұл өзі қарлы көлге барып тұрып правасын қылып қарыз алып жүрді. Қалай ол мына ақша береді? Менің қазір былай историям 1 миллион тұрады Инстаграмда. Постым 5 миллион тұрады да расы. Мәселен, мен бір пост түсірсем, маған сол жетеді кішкентай уақытқа. Соған қойдырамын не адамдар саған сонда. Кім ол? 1 миллион сом төлеп. Мен спискісін көрсетсем, очередьте тұрыпты. Иә. Потому что менде 5 миллион, неге 5 миллион айтайын ба? Мобилографқа 500 мың кетеді. Қосықшыларыңа айтамын, түспе. Оларға құрдан құр келмейді ғой. Оларға да ақша бересің, 500 мың. Почти сол 5 миллион, 4 миллионның жартысынан көбі кетеді. Просто маған важно қиямет контент шыққан, басқа блогерлардан отдельный отыр. Біздің көрдік креативный, взрослый контент болғаннан кейін и реклама берген адамым довольный да, жаңағыда результат көрсетіп беремін. Нетпей брат, бір сөз арасында сұрап жүрейін, гайлерге мнениең қандай, алдын бір қырылыс жүріп едім. Енді гайлерге өзімнің пікірімді айтатын болсам, мен өзім жол әрекет қағидасы Қарақалпақстанда сатылмайды кітабы. Мен өзім интернет арқылы шығарып алып, соны бір қайтара оқып, өзімнің гайдың сұрауы мәжбүрияты, өзіме керек мәжбүриятыларын бәрін ядлап алғаннан кейін жолда өзімнің қағидама әмелет істегенмен, бірақ менің болады деген затымды болмайды қылып шығарғанам күлдер болды соттасқанда. Енді Ілхамның айтып жатқаным дұрыс. Негізі кітапта 7-ші бапта жазылған паспорт я ID картта болса автоматически 5 құжетің планшет арқылы шығып келу керек та. Енді егерде бұның айтып жатқан надұрыс жерлері бар, егерде сол кезде енді фавқулатта вазиятта деп атапты да, енді планшетте интернет істемей қалса, я база істемей қалса, бұл кезде живой құжет сұраған кезде жеткеріп бере алмаса, бұл автоматически станкке кіріп кетуге жазылған. Егер принципиальный гайд түссе, ол қарамайды ғой жаңағы неге? Планшетке. Көрсет дейді. Мысалы тоқтатқан кезде гайдың қолында планшет болмай қалған жағдайға болуы мүмкін, связь болмай қалған, база істемей, сондай кезде праваны көрсету шарт. Ма Ілхам, братан, короче, Nexia 3 бар оның. Маған ықылас ба? Ықылас деген бала звонит етеді, бараман. Жаңағы машина қыз кеткеннің ішіне деп бір кіріп шыққан ба, балық тұтқан ба, сол машина ішінде бір мәлімет болған, білмеймін, олай болған ба, машина іші олай болып жатыр. Қапысын еплеп аштық. Ілхамның өзі де келді сол кезде. Келгеннен кейін енді сол кезде Ілхам расын айтайын да, Пірлі Дұстархан не, реально бар ғой. Мен сен қатты азырам жаман көремін да расын не. Қатты жақпайсың да маған. Маған сосын. Ауа, жақпайсың реально. Сол үшін келдім ғой дейсіз. Сол, қара. Сол ықылас деген бала сенің жаңа мен видеоны тақлап жатырмын ғой, түсірген бар ғой. Ана банктың алдына барып түсірдім мәселе машинада не. Видеоны шығарма, братан деді. Видеоны шығарма деді да, сөйлесе. Видеоны шығарма деді. Неге шығарма десем, бізде өзара келісіп аламыз, туда-суда деді да. Кейін арадан бір ай өтті, өтпеді, маған звонит айтып тұрды, үстіне жазып жатыр, машина талам-тараш қылып тастаған саң деп мен үстіне жазып жатыр деп айтты. Сол рас па? Рас о. Адамның пұлын қашан қайтып бересің? Қайсадан ба? Мен адамдар айтады, мен конкурс ойнап қызды. Қайсадан ба? Қашан ойнатқан білмей қалды дейді, таңда ойнатып жіберді дейді. Ойнатылмай қалды, машин берілмей қалды дейді, ұрыста деп отыр ғой. Сен көріп шықтың ба барлығын ютубта? Мен визуалын көрдім, бірақ қасында жоқпын да солардың. Басында жоқпын, артында жоқпын. Мен де қаста жүргенді көресің ба? Бас Nexia 3-ті бас бәрі сұрайсың ба бар, иә? Nexia 3-тің конкурсы Бунтайға жібердім, баста Бунтай дұрыс па? Ізін кредитте тұрған машин ізін төлеп кетуге ойнатып жатырмыз деп дұрыс па? Саған жібердім ба? Көрдің. Пәнал көрдің ба? Көрдің. Ізін төлеп кетуге ойнаттық, кейін ұтқан адам отказ етті, қоласы алмаймын деді, ізін төлей алмаймын деді, 2700-де аймай төлей алмаймын деді. Одан кейін оны Аслантай деген адамға саттық, 23 миллион перманент жәріне алып қалдық басына. Кейін Аслантай кредитін төлемей қалдық, қоласы машинды тықстап жүрді. Сен пиздес адамсың ба? Гаттың қысқасы, иә? Пиздесің ба? Я гаттың қысқасы. Мынау қандай адам? Сен ойлағанның зет адам шығар. Енді кредитте тұрған машинды сен қалай мудряться еттің ойнатуға? Қалай ойнатпаймын, ол адамға разы ғой. Блогердің вазипасы бір шаңарақты қуантыру ғой, тур ма? Барып тұр қуантыру, машина туалды сенің балаң я сенің папаң, машинды алың, рұқсат жоқ. Сұлтанбек Исаев, Ажинатбек Асад сондай зат қылды да, сен ол адам ол шаңырақты косякқа тыға жақсан да 5 жылға не? 2 қанша қылды? 2700. 2 миллион 700 арзан және сен өзіңнің пұлыңды алып қала жатырсың. 30 миллион шығындап қалдықпын аға.
Құлас озат енді айтайын басын. Мысалы үшін разы болған адамдар да ойнатады да арасында. Неше сомнан саттың билет? 100 мыңнан ба сондай? 100 мыңнан. Неше билет? 30 миллионға расчетланды ғой соқта. 30 миллион? сол машин hamma odam жиналып тұрған уақытында ойнатылды ма? Иә. Уақыт айтылды ма? Иә. Уақыт айтылды ғой. Прямой эфирде не қылды. Сол уақытында ойнатылды ма? Басқа уақытта ойнатылды ма? Сол уақытта ойнатылды. Иә, сол уақыт ойнатылды. Қожелінің адамы ұтты деген, иә? Қожелінің адамы ұтқан болса, машинды алмаймын ондай машин керек емес деді. Керек емес деді. Сенің вазипаң вообще блогерский статистикаға қарасаң, блогердің вазипасы машинаны отказ қылса, сол машинаны қайтадан ойнату керек. Не так ли? Сондай емес па? Қайтадан ойнатты. Сондай ма, нет па? Қайтадан ойнату керек. Ойнату деген мәжбүриет жоқ та бұл жерде. Сен Қайтадан сонда деген. мен бізде білмейміз ба енді сен анау қожелдегі адамың сен ағайының ба туысқаның ба? Яқ соқта халыққа көрсетілді әмесі. Як болды? Қожелдегі адам алмаймын десе, дальше машинды ойнату керек қой. Басқа адамдар күтіп тұрды, потому что билет сатып алды ғой. Сонда сен 30 миллионды алып, ham выигрышта қалдың ғой. Выигрышта қалған мен өзім қалаймын ғой, ойнатуым ойнатпаған жағым. Ана билет сатып Сонда ойлар қызық емес саған. Қызық емес. Неге? Сол. Өзі ана адам отказ етті ме, болды. Бір мәрте ойнатылды, болды, екінші мәрте ойнатылмады бұл жерде. Яқ негізі сондай болу керек. Білмедім оны. Қара, мәселен, Асқап Тамаев деген блогер бар, танитыларыңыз бар шығар, иә? Асқап Тамаев. Кім ол? Ну, блогер, российский блогер. Мәселен, сол бала Мерседес ойнатты да, енді гигантлар ғой олар, миллионер ақша. Мерседес ойнатты, ұтқан адам связға шықпай қалды да, басқа адамдар күтіп отырды ғой. Қайттан ойнатты да. Бұлам сондай қылым керек. Потому что адамдар билет сатып алады. Менам азыр, даже мен бұның родной браты болсам, мен бұған сенбеймін. Потому что ана адамдар билетке ақша төлеп, 30 миллионды алды, машин өзінде қалды, 30 миллионды алған болды. Сондай зат болды да адам. Халықтың мнениесі сондай болды. Өзіміз қалаймыз, арзан ойнатамыз ба, ойнатпаймыз ба, бастап қыламыз ба. Ал халық сіздерге таза бизнесті үйретеді, енді ол затты статья шығып кетті ғой, қандай статья? Ол үйретпек қой, қораға кіріп кетеді енді. Иә, статья шығып кетті, яғни енді ойната алмайды. 277 неше еді? Вот, алдын енді арқайым бизнес істеуге болатын еді, енді істей алмайсыз, отырыңыз, неге істей ал? Машина аласыз, кредиттегін, билет сатасыз, бір таныс адам табасыз да. Таныс адам десең, танысына шығарғандай. Сен бұндай өзің тарифін алып кетпесе, өзің тарифін алып кетпесе, ондай Көзім көрмеді ғой мен. Сол, мысалы үшін, сол 300 адам алып дейік та, ішінен бір бұнтай шығады, мысалы үшін, нешесіне болды ой баста. Бұнтайлар көп қой. Шала бұнтайлар көп та барлығы. Солар ешкім танымайды. Танымайды, саған дауысын жеткізіп бере алмайды. Прямой аштық, прямой ойнауын алды. Кемінде бір 30-40 адам жазды ал. 30-40 емес шығар. Яқшы, ал жазды ал, яқшы, айт. Не ал? Жазды ал, не деді ал? Олар просто ешкім танымайды, білмейді. Саған дауысын жеткізіп бере алмайды. Айтайын да? Илхам, мынандай қылады. Бұндай бір айтайын да, тоқта. Егер дауыс жеткізіп бере алмаса, мысалы сен розыгрыш ойнатқанда группа бар, дұрыс па? Telegram группа ашып тұр олардың ортасында. Қайсы адам билет алып жатыпты, неше адам, мысалы үшін, мынау Илхам фамилияңды білсең? Пірімбет Илхам, мысалы үшін плюс 99, мынау 149-шы билетті алып отырып тұр, бұл жерде әмесінің спискі бар өзі. Кім жазады ғой спискі? Түсінбедім. Спискін кім жазады? Адам жазады? Яқ, тірі адам ба? Сол канал бар ма? Сен адамың, яқ, сен адамың ба? О, мен адам. Мысалы үшін сөйлек чеклармен барлығын Конкурс берек еді, сен спискі жазып отырасың. Мен айтқан адамға кіріспесің. Илхам, сенікі қате, құдайлығы қате. Азыр ұрыссағам, ұрыспасағам, брат қате ма, туыр ма, өзің айт. Екі ортада отырғансың. Маған досам мен сен, дұшпанам мен сен, бұғанам сондай. Өзің айт. Енді арасын айтқанда екеуміздің комплексінде араласқым келмейді. Илхан тариф, сен тарифман болғым келмейді. Енді негізінде мұсылманшылыққа салатын болсақ қате ой есептелінеді. Я вообще мұсылманшылыққа салатын болсақ харам есептелінеді конкурс. Конкурс харам есептелінеді. Негізінде адамгершілікке қарайды да? Адамгершілікке алатын болсақ, енді Илхам өзінің мнениесін айтты ғой, енді мен өзім еркімде ойнатамын ба, ойнатпаймын ба деп. Негізінде екінші мәрте соны қайтадан ойнатқан кезде халық ізінен қағып ермейді, оны сіздерге айтатын затты айтпас еді деген өзімнің ой пікірім бар да. Енді тағы да білмедім, енді блогер, мен мәселен блогершілік маған бар ғой, ақша важен емес, маған халықтың респекті важен. Маған көшеде бұл респект бұндай, респект айтса маған сол важен. Енді қарғыс естіген жақсы ма, мынандай жақсы ма, брат, өзің айтса. 30 миллионда қарғыс естіген жақсы ма, Илхам, я онса тағы да ойнап тұрып не қылған жақсы ма? Мысалы үшін ол адам, ұтқан адам бар ғой. Мысалы үшін неге соқта машина қабыл еткен? Видеоға түсірмедің ба оны? Түсірдік әмесін. YouTube-қа да қойып берді соқта. Аз бар ма? Олар бәрі тазалау болды ғой. Маған айттым ғой мен саған. Хамме блогерлер тазалады уже. Ол адам сен тазаландың ба?
қалесең арендаға Тұр па? беріп қалесең басқа міне тұпты ғой, міне алдыңда живой. Мен ханым бір емес қой. Үйім бір емес я. Мен бұл қойыпты мен қойым бір емес қой. енді жас үлкен ғой, 89 бала, менен hem үлкен. Бұл тұпты, міне живой свидетель, қамамады сені, тур ма? Я шақырды ма тергеуге? Тергеуге де шақырмады. Как раз мен бұның матизіне, бұл бала кімді нетпайды матизіне инстаграмнан реклама қылдым, конкурс билет сатылады деп. Ертесі маған айтты, болды тоқтатамын, ол сатпаймын, билеттің ақшаларын қайтып бердің ба? Обязательно. Неше адам алды? 300 адамдай алып 300 адам, неше сомнан? 150 мыңнан. Қайтарып бердің ба? 100%. 100%. Гарантия. Bu yerga 2 marta Бірақ сен қайтарып бермегенде сен ізіңнен уже гап келеді. Потому что халық маған жалоб етеді. Мына блогер мынандай қылып жатыр. Мен сол сөзді жеткізіп беру үшін жаралған адаммын да, Алхан. Саған мен жақпай мүмкін мен. Бірақ халықтың дауысы саған жетпей жатыр ма? Любой қосықшыға жетпей жатыр ма? Мен соны жеткізіп беремін. Мен жаманқор ғарға басқа зат мен соны жеткізіп беремін. Сен ұят ана нексе 3-те ойнатпағаның. Ана қатын сені жұлқылап жатыр. Не қылып қойдың сен оған? Не қылып қойдың? Сүтін ұрлап, қатығын алып қашып кеттің ба? Не қылдың? Пакетін алып қашып кеттің ба? Блогерсың сонша гәп сөз да ізден бар. Енді мен сөйлемей, кім сөйлесін? Бұл жаққа лишний бас ауыру керек емес. Мен жұмысым сол, көт шұқалау расы. Сонда мынандай таяқ бар. Шұқалап жүремен деп, қосықшы блогерлар. Оғаты мен ортамызды мысал үшін алды берді болды да. Апай. Алды берді болды. Кейін мен оның пұлын қайтарып бердім. Ол телефонда соқыр суткада көрсетілді. 2 миллион сом ба бересім қалды. Одан кейін ол не қылды? Меганың алдында құласы ортамызда ұрыс келіп шықты да. Тасластың ба? Иә. Тасласқанда енді қадыңғылай тасласпайсың ғой. Ана сен күшің жетпейді сен. Жабысып. Брат көрдің ба сен? Анау 150 кило шығатын мынандай. Құлас жабысып басылады сол жерде. Піпес келді. Піпес келді. Сөйтіп соның арасында камера түсіп тарқатқанда ол хан мазақпай ішіп жатырыпты көшеде, бас сатып жатырыпты. Негізі көшеден тауып алды ма сені? Иә, қауыз көшеден тауып алды. Ол жерде біздің машин бар сол жерде. Бірақ ол енді қалай көрсіп қалды, ол қалай тауып алды? Құлас Меганөкстің алдында сигарет шегіп тұрмын мен бұған. Машинасында ғой. Кейін сол жерде беш кетпеген жерім фестам. Екеуміз машинаға салды, біздің машинам қалды сол жерде, басқасам қалды, қап кетті сол жерде. Мен мысалы үшін ол жерде ішіп жататындай не емес пе? Яқ үстерің жыртылып жатыр да. Анау деп тартып жыртып жіберді да сол жақта. Одан кейін ортамызда суд болды. Құлас сондай ма ол өздеріміздің ара ортамызда не зат қой. Құлас штраф басылды. Кейін моральный учетке біздер жазатын болдық. Кейін бірақ жазбай қалдық. Бірақ жазуға да хақымыз бар еді, нет, өзің білесің. Сен жаздым да историяңа шықтың ғой? Мен жаза жақпаған деп қолың мынандай міне мынандай қарал, міне шықты, енді кім прав, кім не прав, айрым блогерлар деп сөйледің да, маған тиіп кетті сол. Саған тиістіп сөйледім сол. Болды ғой сол. Сен менің кішкентай уақытымдағы жаңа хулиганшылық қылған видеоларымды қойып, типа менің арқамда шығып, о, Илхам, анасын бір сәгей, міне енді де сөгін аламын мен сөгінетін адаммын арасы. Жасырмайын, пип деп қалады енді, сөгініп атпын да, өзір бірақ. Мені интернетте де сөгініп жүрген балам, бірақ сөгінемен халықтың ақшасын жемеймін да. Халықты алдамаймын. Честныймын, расы. Бұндай қойылған хабарыны берін. Ассалаумағалейкум жігіттер, Қарақалпақстан Республикасында Нөкіс қаласында 26 микрорайонда сіздердің кеудеңізден шығатындай қылып метан установка қылатын жерлер бар. Мен сол жерлермен таныстырып кеттім. Яғни Malibu, Onyx, Jack и Tracker екілерге метанды без проблема қойып береді. Ол жерге барсаңыз, ақшаңыз жоқ болса, типа кредитке де істеп береді. Сонша спокойно мына телефон номерлерге хабарласын. Басқа жерде метан установка қылатын жерлерде адамдар именно Onyx, Malibu 2, Tracker, Jack машиналарға қоюға кішкентай сескіреді. А мына жерде без проблема и 1 жыл гарантиясымен қойып береді. Соның үшін мына телефонларға хабарласын, машинасына жақсы металларды қойып, көшеде шуылдап, радарларға түсіп жүреді. Сіздермен болған Мұнтай 21. Бұндай қойылған хабарыны берін. Кеше неге келмедіңіз? Кеше неге келмедіңіз? Кеше келе алмаған себебі кеше прокуратураға кетіп қалдым. Бір затқа гуа болып қалдым. Не затқа? Бір блогер парамен ұсталып қалған. Сол уақытта мен гуа болып қалдым. Гуа болып өтіп кеттім. Кейін сол жерде тергеу болды. Сат 10:30. О қалай гуа болып қалдың сен? О қалай гуа болып қалдың? Бір зат көріп қалсам мен гуа болмаймын. Қасында тұрдың ба сонда?
Сен hem соучастник болып кетіп тұрсың ғой. ондай кеткен жоқпын ғой уаман ғой Иә, онысы сен ұстатып мен бердің. записьте жоқпын ғой записьте дауысым жазылмаған я бір алды бертісінде ортасында қойын Сонда бұлар қолмен қол алды ма ол Мұстафа? сондай алғанда типа біздің машинамен жүрген кезде Сондай негізі сол жаңа айтқанымдай братан мен сөгінемін да бірақ пара алмаймын халықты алдамаймын мынаған ұқсап сен честныйсың честныймын құдайға шүкір честныймын Ол адам айтады да ол. Мен ақшамды бермей жатыр дейді. халық айтады Ал халық та халықтың гәпі да бұл жерде. сен халық деп әммен атын сөйлеме ондай қылып Мен атынан сөйлемеймін. Мен себебі көзіммен көрдім кеше прямойда. Көп адам жазды. Ал мысалға мендай машина ойнатпай қалды, уақытын ойнатқызбай қалды, пұлын бермей қалды. сен бір қамқорген бардық кеше. бір сұраумен тоқта да Ілхам жора сен бір сұраумен не қылды мысалы үшін халық ақшаны баздап қалды оң арасында машина ойнатпай қалды оң арасында таңдау ойнатты сен бір сұраумен бір сұрауға жауап беріп өтейік та бір сұраумен пұлын алдың ба? Конкурс бердің ба мысалға? бердім Конкурс бердің дұрыс па? Адамдардың пұлын алдың. Енді неге адамдар сенің үстіне жалпы сый береді? қайсы адамдар кім Енді қайсыға дейін саған ал? Көп адам, слишком көп. Неге мысалға мынаяқтың үстіне жалпы істемейді? Неге мынаяқтың үстіне? Мен қазір бұл жерде отырғаннан кейін бұларға көп шығып қойған мақсат айтқан жоқпын ба? Неге басқа блогер, Ажинас блогер бар мысалға, Сұлтанбек деген блогер бар. Неге олардың үстінен жалпы кимейді? Неге комментариясында бір яғ сен Сұлтанбек сен мошенниксің? Неге олардың үстінен ондай жаман гәп жоқ та комментариясында? Неге именно сенің үстінен көп? Мен сені танымаймын, сен мені танымайсың. Білмейміз бір-бірімізді. Мен просто көрген нәрсені айтып саған. жора мынандай дейді да 279 деген спаркты 8 ай алдын оны тана аламын да мысалы үшін 8 ай алдын конкурсқа қойылды да 8 айдан бері ойнатылмай қалды мынау ма мынау билет сатылды ма оған билет сатылды сол адамдар да пұлын ала алмай жүр или бұл конкурс ойнатылады түбі или спискілерін бәрін тізіп шығарып жатса бұған ойнатылмаған себебі 3 ай стоянкада тұрды 1 ай техта тұрды одан кейін 2 ай ар жақта бастады өйткені рейд болды өзің білесің 4.95-ті басты басқасын басты сол уақытта іркіліп қалып қойды бұл зат авария болып жатқан мұндай өзім мысалы видеоға жетіп барған болса керек ішіп жүр емес бір қызды тығып жібергенсің ғой тығып жіберген жоқпын сен лишон болғансың деген таппен бірге ішіп сол аварияда қасында болғандай қылып сөйлесең да Ілхам қара мысалы үшін лишон болғандай болып шығардың да соқта қасында бірге ішіп ұсталып бір гайге соқта ұсталып қалып бір алкотестерін үптеп бір шыққандай соқта қасында ал халықтың Ілхам Қазақбаев лишон болған не сонда да қолы гипс не айдап жүрді машина айдап жүрді деп шығара бересің да мысалы тастиқланбаған ол ма адам машина айдау үшін 7 мүшесі сау болуы керек па брат 2 мүшесі 2 ме 7 ма неше мүшесі болса да тап сау болуы керек па бұнікі не прав қой қолы гипс машина айдап жүрді еще механика по факту айттым ғой Ілхам яғ айдадым айдамадым емес енді мен саған айтып жатсаң деп мен енді по факту айтып тұрмын ғой давай дейік мына сол уақытқа дейін мен видеоларымды көріп отырсам бір затты қосып сөйлеген жерім болды ма мәселен саған жала жауғаным болды қай право лишон дедім енді сені өзің перепискаңда жазып қойсаң мен лишон болдым деп мен лишон болдым дегенде мен біреуге құлас баста сен бір қызбенен переписка қылғансың сол қызға мен лишон болдым деп жаздың болды ма ол қыз маған жіберді скриншотын туды ма егер мен сені лично өзіңнен сұрағанда Ілхам сен лишон болдың ба болмадың ба десем иә болмадым десем потому что ол ютубқа шығып кетеді туды ма маған сен ешқашан хақиқатты айтпайсың ғой болды ма сол үшін мен ана көрген затымды фактты көріп айттым екінші қосып сөйлеген нем болды Ілхам жала жауғаным яқ жала жауғанда енді дұрыс мен лишон болдым деп айтқан едім да құлас қаяқтан білемін ол қызды мен мысалы үшін ешкімге де сенбеу керек екен бұл дүнияда мен ол қызды танысым еді неше уақытларда мен мысалы сені мысалы танымастан бұрын бар ғой ол қызды танимын да мен 2019-2018-ден бері бар ғой қазір ол бір жерде істейді мен сол батыстан жұмысқа барған кезде өте рет әйтеуір таныс болып қалдым сол жерде кейін мен оған жазған едім ал мен лишон болдым сондай бұндай деп ол саған тастап жіберген мысалы не мәністе тастады мысалы білмеймін ғой ол сен не қылдың шығарып жібердің интернетке бірақ енді сен дұрыс мен өзім аузыммен айтқан зат лишон болдым деген бар ғой бірақ мен окончательно ол жерде лишон болмаған едім да өзің кеше қандай гүлді праваны көрдің сол уақытқа дейін машинада жүріппін бірақ лишон емес 2,5 миллион бір жылдан бері бере алмай жатсың неге пұл жоқ үйде ұлыма қазір де қалтамнан керек болса 2 миллион зият пұл шығады турысы да шыға ма шығады жаңа айттым қалтамнан 2 миллион зият шығады яқ беремін маған айттық қой теманы қашан давай дик Ілхам еркексің ғой мысалы еркек бастадың ғой қашан бір точно уақытты айтсам мынандай уақыт беремін ол сен ортада бұндай сен алып беретін де бір просто емессің ортада мысалы үшін өзім бермеймін просто маған кеше үлкен жәрдем болды да ол жәрдем болғанда маған
факт бер. Маған еще больше информацияға толы болды да менің миым. Содан кейін айтып отырмын, мынандай күні деп айтса, еркексен ғой, еркекше. Просто видеоға айта аласың ба, мынандай күні беремін. Яқшы, өзім қалеген кезде бердім, бұндай ол. Ол Мысалы үшін сен ортада пұл алып беруші бір дәлдірші естетемейсің, мысалы үшін. дәлдірші біреуді сен поставить етіп отырсың. Яқшы, мысалы үшін мен қалесем беремін, қалемесем алдымызда қап деп барып алу ниетте бар ол правам. Өзім правам бағана айттым, қыздан ортада қыздың жамалып көрмедім дұрыс ондай. Мен қалеңізді апарып беріп аламын праваны. Права түгел керек маған. Бір жылға ұйықтатып жібердің ғой. Түсінбедім. Бір жылға ұйықтатып жібердің. Ортамызда комплимент болып қалды деді ғой. Комплимент болса, қайта сол комплимент болса, сол адаммен қатты контактировать етпеу үшін қарыздан құтырып, иіннен тас түсті деп тұрып жоламай кетсеңсің ба? Жақында алып аламын права. Число. Білмеймін ғой число. Бір ай ма, 2 ай ма? Бір ай? Бір айға да жетпейді. Себебі жақында ташкент кетемін да, машинамен. Сатап кетуім керек. Nexia 3-ті доскональный точка қойылмады. Нетпай барады отырыпты. Ықылас деген баланың үстіне неге жазып жатса, сен тығып қой дегеннен кейін оған. Өзің айтқансың тығып қой, жасап қой деген, саған қиын кезде жәрдем берді ол бала. Видеолар бар. Андай, Жора, мен саған не қылдым дегенде. Салам алейкум жігіттер. Міне Илхам Қазақбаевтың машина тауылды. Конкурста ойнатқан қанша адам бұған билет сатып алды. Қазақстанда, Россияда жүрген ақкөкірек адамлар, ақкөкірек емес, аңкөтек десеңен болады. Солар билет сатып алған, машина ешқандай үйесіне тапсырылмаған. Мұны Илхам Қазақбаевтың сол машина. Короче, бір баланы алдап, сұлдап, миіне улап, Жора сыпатында айтады, машина тығып қойса деп. Бұл бала да бишара яқшы деп, мұсылманшылыққа қатынас жүрген адам ғой деп гаражына тығып қояды да, енді бұл бала поставить етіліп жатыр да. Енді вообще адамгершілікте, тур ма? Вот, неше еді нөмірі? 162. 162 деген Nexia 3. Қапылар ілік, жақыла камера. Қапылар ілік міне. Қазір банктың адамы кесе, мен сілеге именно сол машина екен доказать етіп берем. Қиын емес. Капотын ашаш, капотта паспорт нөмірлері болады машина, любой машина. Сома? Банктың балалары көріп, тексеріп жатыр, машина сол екен подтвердить етті. Вот нәсілердің Илхам Қазақбаевтың қылып жүрген машина. Міне жігіттің өзі саған не деді өзі баста, маған айтшы. Олласын, машинаның банкте қарызы бар деді. Қойып тұр деді. Сөйтіп мен үйветке қойып тұрдым. Бір айдай жақты. Сөйтіп бір браттың үйветіне апарып салдым. Ояқта жатты. Кейінде кеше енді ол брат бір жаққа кетіп еді. Сөйтіп мен бір аптеде аласам десем, бүгін Мисаға беріп жіберген, біз машинада алып қойды деп. Илхам Қазақбаев. Илхам Қазақбаев. Сен оған должен емессің ба еш? Ешқандай должен жерім жоқ. Просто мына машинаны мен ашу келгенше банкке тапсырып жіберемін. Болғаны соның үшін келіп тұрмын. Маған басқа абидан болмасын ау. Егер міне банк көзім машина сатылсын ба? Болды. Маған енді абидан болмасын ау. Ана мен участковыйдан қайтарып арзанмен шықты рас айтайын. Мен саған бүйтіп не қылдым анасы деген. Расы да. Мен сен үстіңнен не қылып қойдым, қайраттың маған шығып жатыр участковый. Мен сенің қолыңа тапсырдым, мен қалай алдым солай тапсырдым дұрыс па? Мен басқа есатым жоқ алған. Расы. Ол маған ертең қайталап мынаны керек емес расы. Конкретно алмас кеткен ясы бар. Кім алмасқанын білмеймін, бірақ қайраттан алмасқан шығар да қайратта айтып машина. Менде тұрған жоқ машина. Сенде тұрған жоқ. Бұласы машинды біздер Аслантайдан алған жоқ сол қайтарып. Кімнен? Аслантайдан. Договорға саттық, бұлар 20 миллион пермешені алдық қой енді. Договорға берген адамға Аслантайдан бағана сөйлестім. Самса сататын. Онан ұйықтаттың, иә сен? Онан ұйықтатқан жоқпан. Ал енді сен первоначальный ағам болсаң қайтап бермейсің ба? 3 ай машина айдадым ба? Мысалы үшін соқта 3 айға 26 несі ол? Февраль тыңласа. Февралда алдым ба машинды. 3 ай кредитін төледі да. Мартта ма февралда бастап кредит төленбей алды машина. Аслантай не қылып тығып қойды машина. Записьлерім бар, ертең осы запись қойып кет жақсы ма? Мысалы жіберіп қоямын да экранға. Тоқтатып қойып кет. Машинды қайтап бермеймін. Машина қалесең моторын, бассатын, баллонын сатып жіберіп мен 23 миллион сом пермячалын алып қаламын деді да. Ода потому что сен менен мен мысалы үшін не машина сатқан машина договорға жіберген машина мен сонда менен машина алсаң сен айдап Бұхараға айдасаң ар жақ Ташкентке айдасаң сөйтіп машина ұнамай қалды деп мен саған қайтарып беру не емес қой. Мысалы договорда сол жақта жазылды. Егер мысалы үшін машина төлей алмай қалсаң, басат қылып алсаң, машинаны бізде қайтарып аламыз деп мысалы договорласқанда айтылады. Пермячальный пул күйіп кетеді, мысалы 20 миллион беріп ар жағы 2 миллион сом 3 жылда төлеген алып жатсаң, жаздырады договор саған. Ертең өзің білесің машина саудасы былай жазылады. Мысалы үшін ертең төлей алмай қалсаң, 3 ай төлей алмай қалсаң, 3 ай қарасаман, 3 айдың ішінде машина төлей алмасаң, мен машина қайтарып аламын. Ақым бар да ол затқа. Кімнің болса ақысы бар договорға.
Договорда атың бар. договорда мынандай да Илхам, Nexia 3 туралы біреу пайдаланды, біреу пәнт жеді, енді әр бір құдайға аян ғой. Енді сонша уақиядан кейін бұл Nexia 3 бар ма, жоқ па негізінде? Nexia сол Москвичтен қадырмады. Үстінен жазып жатыр. Жазып жатқан адаммен суд болды ма? Я банк жазып жатыр бұл үстінде. Банк жазып банк. жатқан банк жазып жатқан жоқ. Сен айттың ба маған банк жазып Бұласы жатыр? договор туралы айтады жақсы, ол банк жақсы жазды ал жақсы. Неше миллион затын ішінден суырып алған соң машина. Машин сен маған айттың үстіне жазып жатыр. Ықыластың ham үстіне жазғансың, талан тараш қылып тастады мен. Болды, бұнда жақсы. Мен айтайын онда. Аслантайда құлас марттамаса февралдамаса төлемеді. Кейін машина тықып тастады, олам қарезін деді, басы жақта деді, машина сатамын деді. Кейін біздер нотариустен берген дәбенсті бекарлаттық. Соның арасында машинада 3 миллионға шамалас радарға түскен. Айдап жүрген уақытында Науайда бір түскен, және бір жерде бір түскен, бірінен 700, бір түскен 340 мың және түскен 3,5 миллионға шамалас та құлас. Одан кейін машинада гайлер тоқтатқан кезде қарыздарлығы болған, стоянкеге түскен машина. Стоянкеге түскеннен кейін машинада енді адын практикадан барып шығармай ма? Адын практикаға барған кезде сен дәбенсін сұрайды. Тек паспортты, машина праваңды сұрайды. Соқта деп гайлер көрген кезде қараса, дәбенс бекарланып кеткен. Біздер неге бекарлады? Аслантай кредит төлемей қалды. Июньға дейін, июньнің 17-сіне дейін машина Аслантайда тұрды. Ол шартнамадағы шартты ол бұзды, біздер емес. Ол төлемей қалды. Ол амда біздер машина айдап қареген жағынан мініп штрафқа түсіп, және мына машина болмай қалды, мен перматчаның пұлын қайтарып бер дегендей қылды да. Былайша қарасын лақтыратындай қылды. Біздер уақытында басын ұстап, уже машинада угонға бергіміз келді. Угонға бердім деп кешеде видеода айтқанбыз, бірақ біздер угонға қойылмайды екен. Маған угонға берді деп айтты. Қойылмайды екен угонға. Угонға берсек қалай бізде доверенность бере отырып маған дейді. Угонға қойылмайды екен ол зат. Ол зат бұқаралық тәртіппен шешілетін зат деді бізерге. Оласын не қайын, машинды қайтарып алдық, біз стоянкадан шығарып алдық машинды. Аслантайға судқа беріп біз дедік, судта сөйлесеміз дедік. Машинды үйге апарып қойдым, бір аптадай тұрды. Кейін ықылас бар ғой, маған айтып отқан. Сөйтіп ықыласқа апарып бердім. Ықылас сөйтіп, ықыластан Қайрат деген бала сатып аламан деді. Ықылас ол машина кредитті ғой, 80 миллион. Ықыластан не деп алады? Тимурдың атында тұрған машина. Енді айтқанлашы енді 80 миллион банкте кредитте тұрды ғой. Ол банктегі пұлын жауып, біздер шығап бере жақ болдық Қайрат деген атына. Кредитті шығап бере жақ болдық қайтан. Оның арасында Қайрат деген үйінде тұрды машина, бір аптадан бір айға дейін шамалас тұрды. Мен кредит шығарып адам таба алмайатқан деді, бассат деді құласы. Одан кейін машинды братым үйінде тұрып деді, братым Хорезм деді. Сөйтіп арадан 5 ай уақыт өтіп кетті құласы. Кейін біздер прокуратураға арыз бердік бар. Сондай соң біздер 5 ай алып машинаны сатып беремін деп алған, бірақ ол жерде ықыластың айыбы жоқ. Неше ықыластың бетіне де айтқанмын, сен қазып тұра алмайтын да. Ықыластың айыбы жоқ жерде. Ықыластың танысы болып тұрды да, тек Ықылас деген баланың үйінен алып кеткен еді Қайрат деген жігітті. Ықылас не түсін бар бұл жерде Ықылас үйінен алып кеткенсің, участковый шақырады бар ол затты. Ықылас қаяқта қазір? Ықылас үйінде қазір. Телефоны өшіп қой. Маған Ықылас маған шығады да, Илхам менің үстімнен жазып жіберіп жатыр деді да. Брат саған айтайын да. Бұның видеосын түсірген кезінде ютубқа видео даярлап жатқанда Ықылас мені тоқтатты. Рас не? Бәле брат қойса мен үшін анау деді да. Енді ол шақырғаннан кейін не қылған, яқшы дедім да, бір проблемалық тыныш жүрейін деп жүрсем, арадан бір апта өткеннен кейін қайтадан менің үстіме жазып жатыр анау деп шықты. Мен сол кезде айттым, мен де саған итпен ба дедім. Шығар десең шығаратын, шығарма десең шығармайтын дедім. Енді өзің решать ет дедім, конкретно сөйтіп айттым оған. И все. Теманы жауып тастадым да мен сөйтіп. Ықыластың үстіне неге жазасың сен? Ықыластың үстіне жазған адам жоқ ол жерде. Маған жазды деп шықты да. Саған жазды деп шықса, сен бір естетін зат неғып жіберіп өткенсің, иә? Просто көрген халықтың аузында. Ықыластың мысалы үшін участковый шақырады да, Ықылас үйіне алып кеткен соң, жақтан алып кетті. Ықылас айтты, менен алып кетті Қайрат деген адам 5-6 ай бұрын. Сөйтіп Қайрат келіп сотты алып кетті, келіп сотты машина тұрды деді. Кейін шынбай шайқанға шықты машина. Машина өзің көрдің жағдайын қандай болып жатқанын. Мысалы мен үйімнен айдап кетті машинада. Айдап алып кетті? Айдап кетті. Машина жүріп тұр бөт сол жерде. Капотын ашып жоқ қой. Капотын, короче, жер көрініп тұрған. Класс, ояқ дофига зат жетіспейді ғой. 30 миллионлық заты жоқ қой машинасы. Прокуратураға да беріп қойыпса, соның үстіне тексеріп. Я қара, бір затта енді Nexia темасы жауылды ма? Енді қашан суд доскональный Nexia темасы қашан жауылады? Елі тергеу болып отыр. Елі тергеу болып отыр. Кімнің басы кетеді енді? Қайраттың басы кетеді барып. Ол Қайрат деген адам бар ма өзі? Атын айта бересің ғой. Бұласы машин аз бөлекленген жерлерін тауып қойып, шайханада, техларда бөлекленген екен да. Оның үстіне экспертиза таярлап қойды машинаны. Бұласы жақында ашылған зат өткенде эвакуаторшы бала айтты, әлі
қай жоқ екен бәрін бір қарағаннан көріп беріп тұрсыз ба сондай экспертиза болады екен қалай қайсысына өзінің орнына келмейді бір родной машина бәрібір цифрланған болады екен да бәрібір ол машинаның документінде болады екен номерде сонысынан экспертиза таярлап неше миллион заты жоқ болса соның барлығын мойнына қойып береді айырбактар атып кеткен көрдің ғой өзің айырбак атып жатыпты штанның жатты ішінде иә не ғой короче қашан таусылады оны сен Nexia темасы таусылса мына халыққа просто обещать ете аласың мен міне Nexia темасы таусылды суд болды мынандай зат болды айтасың ғой онда сонымен Nexia темасын жауып тұрайық Осин, бұндай қойылған хабарыны берін. Бұндай сен көплеген Instagram арқылы енді өзіміздің взрослар олар көреді ғой енді кішкентай балалар енді көрмеуі мүмкін көбіне сөгін емен деп жатсаң бірақ сөгін не қылма енді ол өзің проблемаң ғой бірақ қайқаттап шығасың бірақ сол жері маған ұнайды екінші бұл баланың ұнайтын тәреп бұл біздерге өрнек болып ең бірінші қайыр сағат жолында жүрген адам еді енді кейінде бірақ мынандай проблема болып кетті енді ояғы соның үшін сен кейінгі тәрептеріне қылған іслеріне наразы болып халықтың жәбір шегіп отқан соны жүзеге шығарамын деген мақсатта шақырдың ғой енді енді мәнісі мынандай брат қара бұны бір жерде көремін и сөйлесіп қаламыз и потом маған бір жасы үлкен адам инстаграмнан голосовой жібереді мен енді тексеріп отырамын халықпен бірге болуым керек деп мен бұған ұқсап біреулер сөйлеп жатса құлағыма қыспайтын зат жоқ менде бар ғой бұл қыспайды құлағына бар ғой көтіне де қыспайды расы еркекше ғой жаңа айтып отырсың қызық емес еркекше қыспайды потому что олар егер бұған көтіне қысқанда бұған өзіне шығатын себебі өткенде екеуміз прямой эфир қылып тұрғанда бір бала іздеп келді бұны билет сатып алып бір оңлағандай бала бар деп бұл көтіне қыспайды содан кейін кім ол мен жеткізіп беремін бұның құлағына менде аудитория бар мен айтамын мына адам сондай қылып жатыр деп адамдар көреді содан кейін келіп отырыпты бұл адам маған жасы үлкен адам хабарласады таңғы 4-те матиз ойнатып жібереді дейді сол кезде бұған шығамын сөзі бұған шыққаннан кейін бұл айтады бермей ма сияқтан бір адам ұтып алды апарып береміз қалесең менде бәрі хаққани маққани екеуміз апарып береміз дейді болды ма сол зат болды ғой содан кейін жоқ ылхамың қалай мен бұған сенемін мен жаман көремін сен блогерсің халық сеніп отырды сен халықты ұйықтатып жүрсең қандай ол таңғы 4-те ойнайықшы брат нетпай брат қара мен сенімен жақсы сөйлесемін ғой ертең сенен конкурс қылып мәселен мынауменен жақсы жорамын екеуміздің біреуі я менің родной братым сөйтіп билет сатып халықты ұйықтатса бар ғой ол адам ол тамам уже мына жерде отырады сүмірейіп азып қалады мынандай болып сол бұған брат мен мысалы үшін бұндай өйді алып кет деген бастады соқта таңғы 4-те ойнатылды деп жатырыпты ғой 2 күн алдын ойнатылу керек еді связь болмады да связь дұрыс болмады қатып қала берді интернет 2 күннен кейін ойнаттық мысалы таңғы 4-те бола ма 5-те бола ма зато интернет сол уақытымен тұрыпты ютубта мысалы 5 сағат алдын еді бастады еді бәрі сол прямой сол уақытта көріне адамдар кейін көріне өшіріп тастадың ба сен өшіріп тастамадым тұрды сол уақытқа дейін иә қазір өшік қой қазір hammasini тазалады ғой тазаладың машин берген видеоларың салдың ғой неге ютубқа онан тазалап тастадың ба онан тазалап брат неше машин ойнаттың біреуін ойнатып отырмын енді конкурс ойнаттың болды ма конкурс сияқты сол бірінші басталып жатқан еді мен бастап жатқан кезде сол неше жылдан бері күшкенмін бе жатқан қаралар күшкенмін сол мен саясатқа қарсы шығатын болсам сондай деп неме қойылды біздерге содан кейін біздер ойын тоқтатып автоматически билеттердің пұлын қайтарып беріп басымыз ашық қылып реальный затта бірақ бұндай мен сенен қорыққанымнан я мынадан қорыққанымнан өшірмедім туысы үкімет тарапынан бағана айтып отырсың 273 статья ма hamma интернетке шықты 300-500 блогермен ескертілді деп шықты да ол зат телевидениеде айтылды олегамдар бәрі тазалады уже аташаландар ұзын конкурс ойнап жүрген бәрі тапсырмашылар бәрін тазалап тастады аташ деген кім ол сол Сурхандарияның нелері шығар по-моему адаспасам сияқтың блогерлері осы блогер да ол hamma тазалап тастады сол уақытта біздерін тазалап тастадық екен басқа сол уақытқа дейін мысалы бастады иә мәселен Nexia 3 та қайтадан Nexia 3 сол ақшаны не қылдың сен мен сол ақшаны 30 миллионда жиналған 30 миллион жиналған бастап кетті ғой енді банкке мен алған жоқпын сатып алып қайсыны бұл 30 билетке қойылған пұлды 30 миллион жинап алып бұл алдымен банкке предоплата 30 миллион төлеп бұл Nexia 3 алады да сөйтіп болып бұл билет шағады сан шығарады сөйтіп ойнатады да түсіндіре алдың ба просто алдын сен законын бұзған анау туда сюда деген 160 сен код бар емес пе сол бұзған рас қой енді бір емес екі нарушение сіздер енді ақысы ол закон тура жүресіз закон бұзбай яқ бізде камераға түспейміз да майда шүйде мына мәселен папасын мамасын машина айдап кететін жастар бар ғой жас өспірімлер
соларға пример көрсетпейміз да бізде мен андай қылып машина айдауға болады деген зат жоқ та бізде қыламыз нарушать етемін қызылдан өтемін штрафым бар бірақ оны интернетке көрсетіп жастарға пример қылып көрсетпеймін қате зат ол бізде тек құлас сол машинаны сатқан едім сол коблттан ауысқан болған X3 алдым бассат алдым киім алдым просто ар жақ кетті ғой деген коболт сатқаннан қайыр сахауатта қанша тауып жүрсің қайыр сағатта пұл тауымаймын таумайсың ол бұл просмотрдан табатын едім баяғыда ана есбол байрам көрлігілер түсіріп жүргенбіз соқтылардан аз қойып кеттің ба аз қойып кеттім аз немен шұғылданып жүрсің аз енді ютуб бір жағынан инстаграмдарда машина сатаман машина сатып жүрмін енді сен кім сенеді саған кім сенеді халықты ұйықтатып жіберген адам сен бір адамды спокойно ұйықтатып жүресің әдім соққан әмме адам машинаны алып кредитке шарт беріп жүрміз Осень, бұндай қойылған хабарыны берін. Nexia 3'ті еплеп бір жаудым да. Спаргам, Серікжан реклама қылған сол машин ба? Артында жазулар кетіп қапты ғой. Сол Спаркты ойнатаман деп отырмын ғой. Не болды сол? Инстаграмда достар сіздерге бір жақсы бір жаңалық, яғни өзіміздің YouTube каналы Нукуспун, өзіміздің Ілхам достымыз конкурс өткереді. Көп конкурс өткерді расы. Әмме адамдарды үйіне машинды қуантып апарып, құласып, әммесінің машинды берді. Лохотрон болып кетпей ма, алдап кетпей ма, анау мынау деп ешқашан осы уақытқа дейін неше машина ойнатты, әммесін өзінің иелеріне тапсырды. Яғни YouTube'тан басқа қайыр сақауат видеолар да бар, бәршесін көрсеңіз болады. Қолдасы ойын ең главный хаққани. Құласы бұл машинды ойнатылады жақында. Бірақ енді аз ойланып тұрған затымыз, ертең мысалы үшін бұл машинды ойнатсаң, және шығатсаң, сен не дұрыс па? Ертең Ілхам Қазақбаев авария болған машинды қайттан конкурсқа анау-мынауыстарын тықып қайттан ойнатып жіберді, бассат қылды деп. Көреміз, орнына басқа Спарк қоямыз ба, ұсын егер кеше сұраннан өткеріп жатыр. Кімнің вибрациясы істеп тұрды? Ертең сондай ғамен бәрібір шақсан дұрыс па? Халыққа барып түскен ауа проклятие машина бір түскен машина түскен машина қалай қайтын дүксе береді енді көреміз кеше біздер ютубқа видео таярлап жатырмыз да барлық затты айтып мына авария закон шықты ғой сен ойната алмайсың ол Спаркты деген енді соны біздер Ташкентке бараман деген бар ғой енді өзім Қазақстанға барып ойнатып қайтамын ба Қырғызстанға барып ойнатып қайтамын ба я болмаса сол жақтың блогерлермен келістіріп ойнатамын ба құлақ ұстап халықтың аманатын 2-3 камера алдында прямой эфирде ойнатып беремін. Неше билет саттың да машинада? 400-ден сияқты ғой. Мына машинада ма? Неше сомда? 100 мыңнан ба сонда? 100 мыңнан. Ол сатылды уже ол билет, Вообще неше билет сонда? Вообще неше де? Сатылғаны қанша? 400 деп отыр сатылған. Негізі 1000 я 1500 болу керек та. Бәрі 400 сатылған уақытта авария болды да. Машина өзіне кетті дейсің, Ішіп айнаман көріп. Яқшы. Енді Қазақстанға барып ойната жақсан ба? Обратно келгеннен кейін бәрі қабылдап алады деп қорықпайсың ба? Сен бәрібір законды нарушить етіп отырсың ғой. Билет сатып алынған болса, билет сатпайсың енді басқа, болды бұл машинада. Билет сатсаң уже статья болып кетпей ма? Билет сата бересің, әммес сатып отырыпты блогерлеріне. Әммес мысалы үшін аз билет сатып отырыпты блогерлер, YouTube блогерлер. Қарақалпақстанда емес та енді, басқа жақтардан етпе өзің білесің. Билет сатып отырыпты барлығы, сатып отқан жоқ емес та, сатып отырыпты. Бәрі біреуі Қырғызстанға, біреуі Қазақстанға барып ойнатып қайтты. Бейруни 95 деген мысалы үшін қазір Ақтауға ойнатып қайтып жүрді да. Ауылда билеттерін сатып барып алған арқалап шығып кетеді да, шекарадан машинамен жақта ойнатып қайтып келеді да. Лежбі мынандай да. Өзбекстанның ішінде Өзбекстанның ішінде Өзбекстанның пластик картасы қойылмау керек. Бір Өзбекстанның ішінде ойнатылмау керек, екі. Қарарға көрсетілген. Таңда емес, обедтің уақытында. Енді көптеген халықтың наразылығын сен өз орында Спаркты өз қолдарына тапсыраман деген уәдеңді бере жақсың ғой. Сол Спарк өз орнына тапсырамын. YouTube'ға видео қойылады. Кім бұндай таярлап жатырмыз. Қазір YouTube'ға да видео. Спаркты көреміз. Осы Спарк ойнатып değil, осы Спарк бола ма, яки бұл Спарк сатып басқасын ойнатамыз ба? Болды. Ілхам Қазақбаев. Енді мен сен үшін бір сюрпризім бар. Nexia 3-ке билет саттың ба? Сол Nexia 3-тен билет сатып алған жігітлерімізді ортаға шақырамыз. Келің. Осень, бұндай қойылған хабарыны берін.
Aziz қалай? Шүкір, жас қалайсыңдар? Жаңа жылда Кішкентай. кешіресіз. Илхам Қазақбаев. Танимыз. Бір-бірімізге құрмет қылып отырың. Болды? Құрметпенен нерв қылма. Болды. Билет сатып алдың ба Nexia 3? Иә, сатып алдық. Неше билет алдың? Бір күн ба, екі күн ба алдым ғой. Сол Nexia 3 тайрорым болып кеткеннен хабарың бар ма? Историяларыңыз жіберді. Ұйықладың деп, короче, сіздің историяларыңыз. Неше адам сатып алды сенден басқа? Нормальный адам бар, сатып алған. Неше адам сатып алды? Яқ сен танысың, вообще таныс Мен бірсің. танысым Неше ма? адам сен маған кеше келгенде айттың, маған және бір 4-5 адам ба, бір 15 адам дедің ба, бір цифрды айттың, сонда адамға хабарлас, олар Nexia 3-ге билет сатып алған екен дедің. Сатып алған екен, бірақ олар маған айтады, сен бұндаймен байланыстырып бер, бұндай сондай не жүріпті, Nexia 3 бізге қашан күтіп жүрміз дейді. Сен Nexia 3 болғанда 162 Nexia 3-ге сатып алдың ба? Кешегі не угон болып кететін ба, не болады? Сен біздер ана Хорезмнің балаларын рекламаладық та бұндай. Я именно сол Nexia 3 болған екен. Сол, именно сол Nexia 3 ба? Чегің бар ма? Спискіде де өзінің адамы отырыпты да бұның, не? Ол, білет, ол шыға ма, ол шықпай ма, ол қаяқтан білеміз Илхам? Ең кейін ойынан кейін бар бұндай. Сен мәселе, сол нотариустың адамын отырғыз қойсам сенемен. Сол Ең кейін нөмірлер бұндай ойынан кейін, мысал үшін, атфемілер оқып шығарылатын етпе түсіндіріп айтшы өзің. Түсіндіріп шығады, мысал үшін, мына адам, мысал үшін, Бонтай, Илхам, Нетбай деп прямо эфирде ең кейін оқылады. Просто кеше историяға қойдым билет алған бала деп. Номеріңді айтшы. Енді қара, кім? Тоқта, Илхам, тоқтай тұр. Нөмірді аз айтасаң, бәрі затты қыласаң. Және бір маған хабарласқан ғапың бар ғой кеше сен. Не қылдың сен? Бір машин дүкс кім ағайыны сол мынау? Видео қаяқтан сол видео? Сіз қойып тұрың, енді брат, қара. Так, енді нанарса 17 болып айтыса машин тұрма, братан. Сен жаңа ішпеймен деп еді? 38-дің жолына түсіп атырып, 12-дің конечнан түсіп атырып, ұлымы көшеде. Қандай машина авария болдың, брат? Біздің машина авария болды Амаспен. Қандай машин? Амаспен, Спарк. Ала, тура. 279. Номерін білмеймін. Кейінен, бірақ сен пияң болып келдің ба сол кезде? Сол кезде? Пияң емеседі мен. Илхам, ялқама да, рас сөйлейік. Потому что бұл құрдамыз Потому что бұл құрдамыз Пияң еді. Рөлге кімді отырғызып кеттің, брат? Рөлде сол адам еді. Яқ, рөлде кім еді негізі? На самом деле. Танысы. Таныс еді, иә? Аны қазір менде деп беса дәлелеп беретін факт жоқ та, просто братандар уақытында тастап берейін деді. Яқ, егер тастап беретін болса бар ғой? Я, сол видео бар ма, тауыла ма? Видео бар болса бар, таулады. ертең бар. Қане бер, сол телефонды бер, сол адамға звонить етші. Алло. Шәдібек брат, ассалаумалейкум. Шүкір, жас. Мен Азизбен ғой. Алло, Жәдібек. Мен Бунтайман. Кеше сөйлесіп қой. Денсаулығын жақсына. Кеше ретті Илхам Қазақбаевтың видеосын жіберемен дедің ғой, пиян болып. Кім түсірді ол видеоны? Білемін, ол видеоны соны маған телеграмға бір әчке тастап еді, соны таба алмай жатырмын да бір әчкені. Ала, бұл пиян болып жүріп еді ма, көрдің ба көзіңмен? Пиян болып жүрген видеода сөйлеп тұрғаны қолымды соғыстап жүрген несі бар, сол видеоны таба алмай жатырмын да. Я, бірақ пиян беді сол видеода көргенде? Дүкіске зар өлем кім еді? Зар өлем бір қызды отырғызып кеткен ба, не қылған? Аз интервью кетіп жатыр, сен брат интервью кетіп жатыр, громкий связь-дасаң да, сол үшін біздерге дәлел керек. Алло. Айтамын. Интервью кетіп жатыр, прямой эфирдасаң біздерге дәлел керек. Сол үшін бір айтып жіберсе дәлел ме, қандай қысым тілді айтасың? Доказательство керек, короче. Хаққа не? Доказательство болса енді рөлде, короче, өзі болдың оны, негізгі өзі рөлде. Пиян беді? Сөйтіп, пиян ауа. Рөлге ол кейін қыз отырғызып жіберді да бұл не? Қыз тірезбе? Немен дүкісті? Намазбенен ғой, ұстаспен жүріп еді. Болды, брат, сол саған прямой эфирде кетіп жатыр. Рахмет, просто соны не қылып, испатлайық деп едік.
Ilhamning o'zi aytib qo'ydi жаңа ichdim deb. Aytding ku? Aytdim, ishpedimi vaqt bunday. Boshqa ishpedimi? Yaxshi bilan. Sen жаңа ava ichdim deding-ku. O'ynab aytdim ishdim deb. Men soqta bor, misol gaylar keldi al. Men Uralda bo'lganda soqta ekspertiza tayyorlaydi edi-ku. Ana bor Uralda anadan bo'lib chiqdi bari. Егер мен Uralda almashtirib atgan кезде ichdim dedim-ku. İçtim dedim, men içtim deb aytdim, biroq ichmedim u vaqtda men. Просто aytdim içtim deb deb. Егер dalillar bo'lsa aytsin, soqta Uralda almashtirgan bo'lsa qo'ysin videoga. Men саған бір сұрау берейін десем бана да сен ойланып бір тауып берсең да. О, бұл Қашып кетсең деп, лучше мен үндемей отыра қояйын да Айто. Іштікен сен, мама. Іштікен мұны, андай сабында чик-чик-чик. Бұндай нәрсе біз айтайын да. Мысалы үшін сөзі Uralda пияң деп атады ғой. Егер мен Uralda пияң болып Uralda алмастырған болса, қойып кет, пожалуйста, бар экранға. Uralda алмастырып сол жерде мен я болмаса өткен болсам, я 17 өткен болсам, қойып кетсін сол жерге. Аямасын да. Егер жай суд деп отқан бар ғой, еле шәдебек деген бала бар, дүксін дамас иесі. Сонымен біздердің ортамызда еле суд болып атып жатыр. Барып соған судқа тәржім етсем видеоны доказательствен. Дүккенсілер ма? Біздер ғой. Сіздер дүккен болсаңыз, енді бір адамгершілік дегендей қылып суд демей соқып беріңізші, ол простой водила шығар. Бұнда енді өзіміздің ортамызда берге араластырып жатқан doğrusu. Өзіміздің ортамызда болатқан салды. Маған просто ішіп берген сол қызға ғой. Ішпеймін дегенге не да? Я қойды мен конкретно ішіп өзім Uralda болғанды соқта бармақ іздер алынады мысалы. Біздің жорада өткенде авария болды да. Uralda алмастырған, бірақ экспедиция келіп скоростан, неден, магнитофондан бәрін алып, как болды үшін бармақ із шықты да. Мен ол күні машина олымға отырмағым. Bunday qo'yib xabarini bering. Короче, гаптың қысқасы ұзақ заты міне Ilham Қазақбаев өзі келді, сөйлестіңіз. Енді мына жерде отырып мен суда емеспін, мен басқа зат емеспін, бұның папасы емеспін, я браты емеспін. Вот. Өзінің миы бар. 2000 жыл неше жаста қазір? 24 жастағы бала. Мәселен, телефон қойшы. 24 жастағы бала не? Өздеріңіз комментарияға жазып, Ilham Қазақбаевты өздеріңіз бір мнениеңіз шығарасыз. Бұл жерде мен просто кім мына адам? Біздер жан жақтан мен халықтың аузында жүрген сұрауларды бердім. Енді бердім да мен ответ, енді мен көлімдегідей алмадым мен бұдан ответ. Бірақ бүгіннен бастап мен мына видео шығады ғой. Мен инстаграмларда Ilham Қазақбаевты сөкпеймін, мошенник демеймін, басқа зат демеймін, жігітше айтып отырмын. Енді ар жағы енді өзі тыныш жүрсе. Бірақ ондай зат шығармаймын, тиіспеймін болған жұмысым жоқ болады. Өз алдын жүретін бала. Көргенде саламын дүзу болады. Бірақ халықтың аузындағы сөзді мен бұған сұрауға бердім. Мен енді өзім, лишний өзім сұрау берсем, мен рас сөгініп, қылып кетіп қалады. Соның үшін халықтың аузында жүрген сөзді сорадым, ар жағы өздеріңіз судить етесіз. Ар жағын өздеріңіз құласа шығарасыз. Сенесіз ба бұл адамға, сенбейсіз ба, может өзіне жараса аудиториясы бар. Сабыржан, сенің пранкерсің, өзінің аудиториясы бар. Ниетбай брат, тыңам өзінің аудиториясы бар, бұяқтыңам өзінің аудиториясы. Һәм мен өзінің аудиториясы өзіне жараса. Мен сондай хулиганлар көреді мен. Просто айдынлық дейді ғой. Созатты. Қандай да мұндай, мысалы үшін бір гәп қап кетті да. Мен мысалы Нетбай мысалы үшін қайырсаға уатыс деді, біздер соншы жерде жай салдық, басат қылдық, дұрысы да ол. Қарбақсына блогерлер. Я сен істедің, көрдім. Мысалы, адамларға мысалы бірден пікірі бір зат бөлдіріп қойсаң, бірден жаман зат неғып кетеді екен да, дұрысымен. Мысалы, жақсылық қыла бер, жақсылығын білетін адамдар бар да, білмейтін адамдар бар. Я о зат түсіндім, енді блогерлердің алдында бір сасық балық бүткіл көлді састап деген гәп бар. Бір. Екіншісі, сен 1000 жақсылық қыл, бір түшіп қойсаң, соны айтып сол зат бар да. Тур жағына қала. Сен блогерсаң ба, сен любой критиканы көтеріп білім керек. Бірер жігіттер, интервью өзі таусылды. Ilham жақсы, жаман, көті, боқ, я таза өздеріңіз комментарияда жазасыз. Мен бұған сұрауларды бердім, халықтың аузында жүрген, бірақ көлімдегіде ответ алмадым. Может, сілердің көліңізде шығып қалатын шығар. Соның үшін комментарияға жазасыз. Сілердің қолыңызда комментарияға жазың, кейінгі персонаж кімді шақырсақ болады, соны жазың. Кімнің аты көп жазылса, сол адамды шақырамыз. Ол сондай. Poçilon,